прибором, тогда включается прерывистая вибрация. Если вы будете работать с телом, включается постоянная вибрация. Вот давление мы регулируем вот таким способом, расчесывая голову. Есть второй способ регулирования давления, это приложить прибор на запястье, на точку, на игуань. И вот подержав на этой точке некоторое время, мы тем самым регулируем наше давление. Если у вас появляются боли в сердце, приступы удушья, проблемы такие как стенокардия, ишемическая болезнь сердца, приступ сердечный, то накладываем на область сердца этот прибор. Такие проблемы как панкреатит, застой желчи, то мы ставим в область желчного пузыря и также держим его, включая вибрацию. Кроме этого, если, допустим, вы хотите бороться с ожирением, допустим, в области живота, то тогда вот такими постукиваниями и круговыми движениями от пупка и расходится вот так по кругу, по спирали, вот такими движениями ежедневно мы делаем вот эти движения до появления жжения на коже. Вот таким способом мы можем удалять жир с таких проблемных мест. Допустим, варикозное расширение вен. Особенно икры мы вот обрабатываем, начиная от колен, мы делаем движение сверху вниз. От колен по лодыжке, то есть до лодыжки икры. Вот. Такие проблемы, как боли различной локализации. Допустим, зубная боль. Если появилась зубная боль, то ставим на эту область, и через некоторое время зубная боль сначала притупляется, потом она прекращается. Такие проблемы, как почечные колики, проблемы камней в почках, когда почки болят, вот так же, вот, как показывает Бахыт, вот так вот на почки ставим, и этот прибор вот так вот здорово помогает. Не могу вот удержаться и не рассказать очень такой яркий результат по этому прибору, потому что я когда это услышал, он меня очень сильно поразил. Я думаю, что вас это тоже очень удивит. Мой дистрибьютор, возвращаясь домой, спускаясь с горного перевала, ехал на машине и увидел, что на обочине дороги стоит машина и скопление людей. И возле машины на земле лежал человек. Но он останавливает машину, подбегает, смотрит, у человека сердечный приступ, у него приступ удушья, и он уже прям посинел. И люди стоят рядом, не знают, что делать. Тут уже полная растерянность, да? И вот он с помощью этого прибора, он был у него с собой, он с помощью этого прибора остановил сердечный приступ, спас этому человеку жизнь, привел его в сознание. На другой день человек приехал в офис, купил этот прибор и уехал. Вот такой вот яркий очень результат. Поэтому мы и говорим, что этот прибор нужно носить с собой как скорую помощь, потому что мы не знаем, где он может пригодиться. Вот такой вот изумительный у нас шикарный прибор. И следующий прибор, про который мы хотим рассказать, это стимулятор циркуляции энергии крови. Это вообще супер прибор. Это... Қайырлы күн, құрметті бизнес әріптестерім, қайырлы күн, құрметті менің достарым. Сіздермен мен әдеттегідей жүздесіп отқаныма өте қатты қуаныштымын. Сіздерде барлығы жақсы деген ойдамын. Егер сіздерде бәрі жақсы болатын болса, мен әдеттегідей видео түсірілімді жалғастырамын. Мен бүгін видео түсіріліме түсетін мінекей өнім осындай мінекей ишокан деген чаншидің тарағы, лечебный тарағы. Бұл тарақ бізге не үшін қажет, және қандай ауруларды емдейді, біз не үшін бұл тарақты қолдануымыз керек деген сұрақтарға мен әдеттегідей жауап беретін боламын. Егер менің видеом ұнап, көңілдеріңізден шықса, тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей, бұл тарақ ішінде осындай күмістен жасалған 35 түрлі тісі бар. Бетіп басқан кезде именно мынау сәуле, гамма сәулесі бөлінеді. Сол сәуле бізге адам организміне, яғни кері әсерін тигізбейді. Бұл сәуле бізді емдейді. Бұл қандай ауруларды емдейді? Яғни бас ауруларының бірден бір емі. Осы басымызға қойған кезде ол міндетті түрде біздің басымызды емдейді осы сәуле арқылы. Және біз бұл тарақпенен осы былай басымызды мына қақшекеден былай бір тараймыз, былай бір тараймыз, былай бір 6 бөлікке бөліп басымызды біз тарауымыз керек. Күніне әр тарағанда 150-ден 100-150 рет біз күнделікті тараймыз. Бұл тарау арқылы басымыздағы тромба, ұйып қалған қан, сотрясение, жоғары давление, төменгі давление, қара құстың ауруы, және сонымен қатар
басымыз үздіксіз ауырып тұрады ғой, бір ешқандай неге боль, бір жаңағы үздіксіз ауырып тұратын боль болады. Сол больдің барлығының шешімі осы тарақпенен тарасаңыз кетеді екен, мінекей. Және бұл қазіргі таңда 21 ғасырдың үлкен бір дерті. Бәріміз қазір телефонға үйреніп алдық. Телефонда біз үнемі 24-те 7 сағат телефонда жүреміз. Сол телефонды бүйтіп сөйлескен кезде, мынаны бүйтіп басыңызға қойсаңыз, сіз телефоннан бөлінетін радиация сіз адам организміне өтпейді екен да. Сол өтпеген кезде, яғни сіз телефоннан бөлінетін радиациядан денсаулығыңызды осы тарақ арқылы сіз қорғап қала алады екенсіз. Одан кейін бізде қазір 21 ғасырдың ең үлкен дерттерінің тағы да бірі, ол әрине жүрек қан тамырлары аурулары. Мынау жүрегіңіздің тұсына бүйтіп қоятын болсаңыз, ол жүректегі микро-макро жаңағы тамырлардың барлығын емдеп жүргізеді екен. Және сонымен қатар қазір көп адамдар стресс алады. Қандай жағдай болмасын, стресс көп алып жатамыз. Өмірдің қиыншылығы болсын, ол бір жұмыстағы қиыншылық болсын, біздің жүйке жүйемізге салмақ түседі. Сол жүйке жүйесіне түскен салмақты түсірмей, яғни соны сыртта алып қалу үшін, стрессті қабылдамау үшін, мынау осы лечебный тарақ, емдік тарақ өте керемет көмектеседі. Екінің бірі қазір жетіспеушіліктен, біреуі денсаулығы жетіспеушіліктен, біреуі қаражаттың жетіспеушілігінен, біреуі бір жаңағы өмірде қарым-қатынас өнерін адамдарменен өзінің ойындағыдай дәрежеде орната алмағандықтан не істейді? Ол стрессте жүреді. Стресстің қаншама түрі бар, ол үздіксіз өте көп. Сол барлық стресстен шығуымызға бізге өте керемет көмектеседі екен. Қай жеріңіз ауырады, сол жерді басып, сәулесін организмге өткізсеңіз, сол сәуле сізді емдеп шыға алады екен. Және бұл тарақты ең көп пайдаланатын тарағым. Неге десеңіз, мен осыдан біраз жыл бұрын өзімде болған нәтиже именно осы тараққа байланысты. Мынаны басты үздіксіз тарағаннан кейін сізде памяттың нашарлауына, мынау ішіндегі, басымыздың ішіндегі нелер бар ғой, микро-макро майда қан тамырлары бар. Сол қан тамырларының жұмыс жасауына, біздің памятымыздың жақсаруына өте керемет көмектеседі. Көп адамдар қазір сол тоже памяттың дұрыс еместігінен не істейді? Страдать етіп жүр. Қалаған нәрсесін жаттағысы келеді, не қылады. Но ол біз именно осы тарақты пайдаланған кезде біздің майда тошкаларымызға бұл тиіп емдеген кезде біздің памятіміз өзінен өз жақсарады екен. Құрметті менің оқырманым, менің бүгін осындай мінекей тағы да көрсетіп айтамын. Череншуйдың осы лечебный тарағы арқылы біраз аурулардың барлығын емдеуге болады. Мен өзім осы тарақ арқылы барлық 12 мүшемнің бәрін тараймын. Сол арқылы мен басымды өте көп тараймын. Өйткені ДЦП деген ауруды білесіздер, миға сигналдың бармауы көбісі не қылады. ДЦП-ның страдать ететіні. И соны мен сол диагнозды осы тарақпенен емдеп алдым деп айтсам болады. Тағы да емделген мен аппараттарын көрсететін боламын.
Бүгінгі менің берген ақпаратым сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, әдеттегідей тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі жолы қандай тақырыпты қозғағанымды қалайсыз, қандай диагнозға консультация айтқанымды қалайсыз, және қандай сізде сұрақ бар, сол сұрақты комментарий бөліміне қалдырып өтіңіз. Мен міндетті түрде қарап, оған жауап беретін боламын. Келесі видеоларында жүздескенше сау, саламатта болыңыздар, аман болыңыздар.